береді, жәрдем ақысы. Соған ерлі зайыпты ажырастырып тұрмайды деген документ тұрып соған алып жатыр. Жоқ, ондай дұрыс емес ол. Соған екеуі жаңағы күйеуі жоқ деп документ ұрлап алған алады, сол кезде соғанда документ ұрлаған үшін талап жасамайды. Негізі өкіметтің ажырастыруы деген нәрсе бұл ажырасу есептеледі негізі. Түсінді ма? Бізде қазір осындай нәрсеге ұрынып жатыр адамдар. Жаңағыдай былай дейді. Біз қазір ажырасып қоямыз да, жаңағыдай үй аламыз дейді, сол арқылы уақытша өзіміз ажырасып қойып заңды түрде. Немесе тағы басқа нәрсе дегенде сондай нәрселерді айтып жатады. Бірақ ол соттың ажырастыруы ажырасу үкіміне тікелей кіреді. Талақ үкіміне кіреді. Немесе некені тоқтатып тастаған болады, екеуі бірін-біріне халал емес. Бұлар ерлі зайыпты жыныстық қатынаста болатын болса, харам істер, зина жасаған болады. Ол өйтіп ол алдаймын демей қойсын. Мына нәрсе түсінген. Бұл жерде біз қазір ананы мынаны кінәлап жатырмыз ғой, түрлі-түрлі. Ана бастық мынандай, әкім сондай деп. Бірақ біздің өзіміздің ниет өзгеріп кеткен ғой. Бізден арамыздан бір адам соны айтып жүрген адам барып сол жерге әкімдікке отырса, анадан бетерін жасайды ол. Шынымен. Өйткені мен көргенім қазір қаншама әйелдер мешіттің өзіне келеді. Күйеуім жоқ менің, 6 балам бар. Баласы емізулі. Соны бар, күйеуіңіз қайда? Ажырасып кеткенбіз. Қашан ажырасып кеттің? 2 ай болған. Не үшін ажырастың? Адам 6 баламен, 5 баламен ажыраса ма адам? Сөйтсек, жаңағыдайда олардың мақсаты ажырасып жатқан өкімет үй береді деп, соның үшін ажырасып болады. Сөйтіп мен жаңағы күйеуім жоқ деп келіп мешіттен жәрдем сұрайды. Анадан, мынадан сондай сөйтіп бейшаралыққа өзіміз ұрындырып жатырмыз. Ислам дініміз бойынша қалада өмір сұрамайсың ба, ауылда тұр дейді онда. Тұр ауылда. Ауылда үйі бар, басқасы бар. Қалада не қылып жүрсің? Үйім жоқ, жайым жоқ деп. Мәжбүрсің ба сен? Кредит алуың керек. Адам түсінбейсіз, өзін-өзі неге ұрындырып жатыр. Сол үшін мұсылманшылықта зәру нәрсе деген ол жанды қорғау, зәру болып есептеледі. Жаныңызды аман алып қалу үшін шошқаның етінен басқа жейтін нәрсе жоқ болатын болса жейсіз. Арақ ішу керек болып тұрса, жаныңызды аман алып қалу үшін ішесіз ол. Өйткені жан өте маңызды аман алып қалу үшін. Ал бірақ үй алу деген нәрсе зәрулікке кірмейді. Ауылда үйіңіз бар ғой, ауылда тұруға мүмкіндік бар. Тұр дейді сол жақта, адалынан тұрасың. Бірақ біздің қалағанымыз ол емес та. Соның үшін мұндай нәрселерді сақтану керек. Жаңағыдай заңды түрде ажырастырған нәрсе ажырасқан болып есептеледі. Өтірік келіпкендерге де жәрдем бермесе бола ма? Болады. Мысалы, мынандай нәрсе айтайық. Осы жерде өткенде бір жігіт айтады, әйелімен келе жатқан ғой көшеде. Сөйтсе бір ішіп алған біреу келе жатыр екен, алдарына қисалаңдап келген, мына екеуін енді ерлі зайыпты келе жатқан соларға келіп тиіскен болса керек. Ана енді ер адам анан жағынан бір қойса, ана ұзыннан түскен, сөйтсе әйел айтады дейді, қалтасын тексеріп көрші, телефоны бар ма екен деп жаңа. Әйелім де ондай болып тұрғаннан кейін енді білмеймін, біз не түзелеміз де, қиын нәрсе. Өйткені ана бір нәрсені пайдаланып қалу керек болып тұр да, құлап жатқан адам. Ондай нәрседен аулақ болу керек.